Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Бүгінгі тақырыбымыз артық салмақтың психосоматикасы. Дәрігерлер аурудың 85%-ға дейін психологиялық себептері бар екенін айтады. Сонымен қатар артық салмақта тек қана тұқым қуалауға бейімділік емес, басқа да аурулар емес, сонымен қатар адамның өз сезімдері, эмоциялары себеп болатыны дәлелденген. Психосоматика дегеніміз не? Яғни психосоматика психологиялық факторлардың адам денесіне ауру ретінде пайда болуын зерттейтін медицина мен психологияның саласы. Жалпы ақытымен былай түсіндірген кезде, мысалы біздің ішімізде бір кувшин бар деп есептейік, яғни сол жерде біздің эмоциямыз бар. Қатты қобалжыған кезде іш жағымыз ауырады, қатты уайымдаған кезде жүрегіміз ауырады, қандай да бір адамға ренішімізді айтқан кезде мына жерде ком көрле айта алмай тамағымыз қысады. Осы ішіміздегі қандай да бір эмоциялар дұрыс қолданбағанда сол эмоцияны, яғни эмоцияны дұрыс шығара алмасақ, эмоцияны іште былай тынып ұстай беретін болсақ, осының бәрі денемізге өтіп, қандай да бір аурудың пайда болуы осы психосоматика десек болады. Артық салмақта қандай эмоциялар біздің артық салмаққа алып келеді? Көбінесе бұл бізде реніш, көп ренжитін адамдарда артық салмақ болады. Орыстарда на обиженных воду возят деп айтады. Бұл мақаланы көп кекшіл, көп ренжитін адамдарға айтады. Сонымен қатар сараң адамдарда неге көп адамдар артық заттарды тастауға, үйдегі артық заттарды шығаруға, бәрін жинай бергісі келеді. Сол сияқты адамдарда артық салмағын тастауға қимай, өзіне артық майды тіндерін жинай береді екен. Сонымен қатар негізгі себептерінің ең біріншісі ол бізде қорғаныш. Мысалы біздің өзіміздің физиологиялық денеміз бар, майлы тіні, ол щит, панцирь ретінде, қорғаныш ретінде біз адам денесіне май тініне алады. Мысалы, неден қорқады? Сыртқы әлемнен өзін қорғау, бейсаналық ниет болып саналады бұл. Майлы қабаты қалың болған сайын, соншалықты адам өзін сенім сезінеді. Көбінесе ол адамдар балалық шақта физикалық немесе психологиялық зорлық-зомбылықта болған адам осылай өзін тартымсыз көрсету арқылы сондай жағдайдың болмауын алдын алады екен. Сонымен қатар стрессті заедать ету, яғни тамақпен, балалық шақта бізде кәмпит ең жақсы жұбанышымыз, кәмпит, тәтті тағамдар, барлық тойдың, праздниктің болған көңіл күйіміз күшті болып тұрады. Сондайды ассоциация болу арқылы адам дәмді тамақ жеген сайын өзін жақсы сезіне бастайды. Стресс көп болған сайын тамақты да адам көп жей бастайды. Сонымен қатар іші бар адамдар, беделді адам болып көз алдымызға елестетеді. Индияда мысалы адам толық болатын болса, іші бар болатын болса, яғни ол адам артық тамақ жей алады, ол адам бай деп есептелінеді екен. Яғни бейсаналық түрде солай есептелінеді. Бізде де солай есептелінеді. Мысалы артық ашаршылық кезінде адамдар ешқандай толық адамдар болмаған ғой. Толық адам болса, яғни ол адам тамақ жей алады, яғни адам беделді, статусы бар деп өзімізде бейсаналық түрде установкаларымыз бар. Беделге жете алмаған адам солай шығару арқылы беделге жеткісі келеді. Бұл бір. Екінші жағынан ондай конституциясы бар адамдар, творчестволық адамдар. Яғни қандай да бір идеяға екіқабат болып, сол идеяны шығара алмай, жүзеге асыра алмай жүретін болған адамдарда сонда іші бар болады екен. Негізі әр майдың жиналуының себептері болады екен. Мысалы, мына жерде мойында май жиналу, арқада май жиналу, іште май жиналу, бөкседе май жиналу. Оның бәрі былайынша келгенде эмоция мен өзін төмен санау, өзін бағалаудың төменділігі осындай артық салмаққа алып келеді екен. Лондонда Королевский колледжде 6500 баланы зерттеген екен. Яғни өзін бағалау, самооценкасы төмен, кейін 20 жылдан кейін қайттан зерттеген кезде өзін бағалау төмен, яғни самооценкасы төмен балаларда артық салмақ болған екен. Сонымен қатар кейбір адамда артық салмақты өзінің өмірінің мәні ретінде алып алатын, яғни состояние жертвы, қандай диета ұстағанын айтып, ол диетаның тиімсіз екендігін айтып, өзін
артық салмақ ұнамайтын, яғни состояние жертвы да сол проблемаға шағымданып, сол проблеманы айту арқылы өзін қанағаттандырады екен. Сонымен қатар басқа ләззат, басқа заттардан, яғни хобби жоқ адамдар тек қана тамақ жеу арқылы өмірден ләззат ала алады екен. Сонымен қатар адамға внимание, назар жетіспеген кезде, кішкентай балалық шақта балаға назар жетіспеген кезде артық салмақ қосу арқылы мені көріңдерші, мені байқаңдаршы деген сияқты артық салмақ қосыла бастайды екен. Сонымен қатар тұрмысқа шыққан әйелдерде егер күйеуі вниманиясы жетіспеген жағдайда, назар көңіл бөлмеген жағдайда салмақ қосып, мені байқа, мені көр деген сияқты бейсаналық түрде артық салмақ қосыла бастайды екен. Жалпы эмоция екені, қандай да бір шешілмеген жағдай, шешілмеген эмоцияны осында артық салмаққа алып келетінін білдік. Енді біз қалай білеміз бұл артық салмақ психосоматикадан екен, немесе гормональдық фон жағдайдан екен? Мысалы, гормондардың бәрін зерттедіңіз, бәрі нормальный, бәрі жақсы, бірақ салмағыңыз бар, артық салмақ кетпейді. Ең біріншісі артық салмақ қай уақыттан бері бар деген сұраққа ол адамдар нақты жауап бере алады. Яғни нақты уақытты айта алады. 18 жасынан бастап, немесе қандай да бір жақын адам қайтыс болды, сол уақыттан бастап, қандай да авария болды, сол уақыттан бастап деп, яғни уақытты айта алады. Қандай да бір белгілі, конкретный уақытты айта алады. Яғни осы уақытты айта алатын болса, бірінші белгісі, яғни бұл адамда психосоматика бар екенін бірінші белгісі. Сонымен қатар мен қазір тек қана психосоматикасын ғана айтып емес, оның шешімін де айтқым келеді. Яғни сіз гормондарыңыз бәрін зерттедіңіз, бәрі жақсы, психосоматика екенін білдіңіз, енді оны сіз қалай шешесіз? Тест Юнга деген бар. Ол дегеніміз, мысалы өзіңізге бейсаналық түрде қандай проблема бар екенін шешесіз. Яғни өзіңізге сіз сұрақ қоясыз. Мен артық салмақтан қалай құтыла аламын? Осылай сұрақ қойдыңыздағыны, енді ол үшін тыныштықта, ешкім сізге кедергі жасамайтындай жерде отырыңыз, парақты алыңыз, қаламыңызды алыңыз да жазасыз. Мен артық салмақтан қалай құтыламын? Бірден бастап жазатын боласыз. Мысалы, тамақты аз жеуім керек. Екінші, жүгіруім керек. Үшінші, гормондар тапсыруым керек. Төртінші, растяжка жасауым керек. Бесінші, УЗИ-ға түсуім керек. Мысалы, асқазандарыңыз ауыратын болса, одан кейін тағы артық салмақтан құтылуға тағы не істей аласыз? Көбінесе мысалы 6, 7, 8 жазастағыны, одан кейін жазатын нәрсе таппай қаласыз. Не жазам басқа? Мысалы, артық салмақ үшін тамақты аз жеймін, нан жемеймін деп жазасыз, суды көп ішем, тағы не жазасыз? Көп былай жазып келесіз дағыны 7-8-ге ары қарай жазылмай қалады. Ары қарай не жазатынын білмей қалып, былай ступор болып қалады. Вот сондай кезде ойыңызға не келеді? Мысалы, эмоцияларымды жазуым керек деп ойыңызға не келді? Мысалы, сол келді ме, соны жазыңыз. Артық салмақтан арылу үшін тағы не керек? Ойыңызға не келеді? Мысалы, соның бәрін 16-ға дейін толтырып жазасыз. 1, 2, 16-ға дейін толды. Енді 1 мен 2-ні аласыздағыны, мысалы, 1 суды көп ішу, 2 тамақты аз жеу болсын. 1 мен 2-ні аласыздағыны, осы екеуіне қандай ассоциация сізде? 1 мен 2 суды көп ішу, тамақты аз жеу. Диета. Менде ассоциация, мысалы, диета деген шықты. Вот 1 мен 2-ні аласызда, диета деп жазып шығасыз. 3 пен 4-ті аласыз. Қандай ойыңызға? Мысалы, ассоциация дегеніміз, мысалы, осылай, осы 2 сөзді айтасыздағыны ойыңызға не келеді? Вот соны жазасыз. 3 пен 4-ті жазасыз, тағы да біреу шықты. 4 пен 5 тағы жазасыз. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Осылай 16-дан 8 шығу керек. Мысалы, 1 мен 2-ді былай жазған кезде 8 шығады. 8 алдыңызда пункт тұр. Осы пункт бойынша 1 мен 2-ні тағы да қосасыздағыны тағы бір ассоциация жібересіз. 3 пен 4-ті қосып, 8 ассоциацияма, одан 4-еу шығады. О 4 ассоциацияма тағы 1 мен 2-ні қосып, 3 пен 4-ті қосып, 2 ассоциация шығарасыз. 2 ассоциациядан, мысалы, 1 ассоциация шығарасыз. 1 сөйлем шығарасыз. Сонда осылай қабат-қабат осылай істеу арқылы сіздің түпкі санаңызда не жатқанын осылай шешуге болады. Тест Юнгамен қатар, сонымен қатар 5 рет неге деп сұрақ қою керек. Мысалы, сіздің запросыңыз былайша айтқанда артық салмақтан арылғым келеді. Неге? Артық салмақтан арылғым келеді, себебі әдемі болғым келеді. Енді сіз әдемі болғым келеді. Неге? Осыған сұрақ қоясыз. Осылай 5 рет қоясыз. Неге мен әдемі болғым? Өйткені өзімді сенімді сезінгім келеді. Неге мен өзімді сенімді сезінгім келеді? Осылай
5 рет өз-өзіңізге 5 рет, яғни сұрақ қойдыңыз, сұрақтың жауабына қоясыз, неге деген сұрақты. Тағы да сұрақ қойсын, жауабына қоясыз. Яғни неге салмақтан құтылғым келеді деген емес, шыққан жауабына неге осылай 5 рет қою арқылы сіз неге арықтағыңыз келеді? Түпкі себебіңіз неге арықтағыңыз келеді? Түпкі себебін осылай анықтауға болады. Тест Юнганы бір рет жасағанда шықпаса, тағы да жасаңыз. Яғни жасай берген сайын сіз өзіңіздің түпкі санадағы өзіңіз шеше алмай жүрген проблемаларыңызды шығарып аласыз. Сонымен қатар осылай неге деп сұрақ қою арқылы көбінесе адамдарда нехватка любви. Адамдар өзін жақсы көрген, мен әдемі болсам, арық болсам, мен адамдар жақсы көреді деген түпкі санада осындай установка болады екен. Осы видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің осы видеоны ашқаным, яғни YouTube каналды ашқаным себебі басқа адамдарға көмек болсын деп. Өйткені мен бір жағдай болды, бір кісі гипотиреоз болған, оны білмейді. Гипотиреоз кезінде адам андай көп ұйықтай береді, шаршағыз, настроениесі жоқ, депрессия болып солай жүреді адамдар. Негізі адамдар осылай жүргенді қалыпты деп санап ойлайды екен. Яғни осылай жүру ол нормально. Негізі бұл нормально емес. Сіз емделіп, гормондарыңызды дұрысқа келтіріп, өміріңізді керемет, жарқын өмір сүріп, настроениеңіз күшті болып жүруге сіздің хақыңыз бар. Сол себепті менің сіздерге бір айтар өтінішім, осы видеомды басқа адамдарға жіберіп, басқа адамдарға көмегі тисін деген ниетпен сізден сұраймын. Осы видеоны басқаларға жіберіп, мен әлі де видео көп түсіретін боламын. Осы видеоны таратып, адамдар көп көрген сайын, білген сайын, одан сайын көп түсіргім келеді екен. Осылай, мысалы, Қазақстан түкпір-түкпірінде кейбір жағдайда эндокринологтар жоқ, басқа қалаға барып тексеріледі. Менің өзім туған қаламда да сондай, басқа қалаға барып тексеріліп жатады. Сіз басқа қалаға барасыз, сізге сосын көреді таным, мынандай гормон тапсырып келіңіз дейді. Сіз қайтадан барып, қайтадан келіп жатасыз. Міне мені бармын, мені қолданыңыздар, менің инстаграмға жазылып, мен қандай анализ тапсыруым керек деп жазсаңыздар, мен сіздерге әрқашан көмектесуге дайынмын. Сол себепті осы видеоны менің инстаграмды, ютубтамды басқа адамдарға сіз біреуге жібересіз, ол адам басқа біреуге жіберіп, керек адамға баратынына сенімдімін. Сол себепті осы видеоны таратуға, мен инстаграмды таратуға көмектесіңіздер. Қазақстан түкпір-түкпірінде эндокринолог жоқ мамандар бар, ауылдар бар. Соларға бір адамға болса да көмегім тиеді деген ойдамын. Сол себептен сіздерге өтініш, осы видеоны инстаграмды басқа адамдарға жіберіп таратыңыздар. Әлі де көп видео түсіретін боламын. Менімен болып, менің видеоларымды қарағандарыңызға рахмет. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы кездескенше, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Сау болыңыздар.